Әйел затының күнде жасап жүрген жұмысы көркем еңбек болып табылады. Сіздердің төзімділіктеріңіз бен махаббаттарыңызға алғысым шексіз. Аяулы да ардақты әріптестер, сіздерді 8 наурыз халықаралық қыз келіншектер мерекесімен құттықтай отыра, осы гүлдей құлпырып, сұлуланып жүре беріңіздер. Әрбір зат физикалық қасиетке ие, ал әйел затының қасиеттерін бір сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Көктемнің гүліндей құлпырып, әсемдіктің, әдеміліктің иесі болып қала беріңіздер, қымбатты қыз келіншектер. H2O мөп-мөлдір. Таза адам организміне қандай қажет болса, әйел жаны да тап-таза мөп-мөлдір. Және оларсыз өмір жоқ. Жақсылықтың нышанындай, жаның сүйген адамның жып-жылы құшағындай болған әйелдер қауымын мерекемен құттықтаймын. 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен барша қыз келіншектерді шын жүректен құттықтаймын. География ғылымы жер шарының қыр-сырын зерттейді. Ал әйел адамның жан дүниесін зерттеу одан да қиын. Қыз келіншектер мерекелеріңізбен. Математикада қаншама есептің шешімін тауып, құпиясын ашқанмен, әйел затының құпиясын ашу мүмкін болмай келеді. Құрметті апайлар, аналар, әпкелер, қарындастар, бүгінгі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Әрқашанда дендеріңіз сау, отбасыларыңыз аман, бауырларыңыз бүтін, аман есен, күліп ойнап ортамызда жүре беріңіздер дегіміз келеді. Құттықтаймыз тағы да.